жаңа тақырыбымыз еңбекшілердің арнайы киімдері мен қорғану құралдары. Яғни біз білеміз, бізде өндірісте арнайы өзінің киімдері болады. Яғни қарапайым үй жағдайында немесе көшеде жүрген киіммен сіздер өндіріске кіріп кетіп жұмыс істей алмайсыздар. Өзінің арнайы спецодеждасы дейміз, арнайы киімдері болады. Яғни ол киімдер қандай талаптарға сай болу керек, қандай бізге бір ыңғайлы нелеріне байланысты қандай топтарға жатады деген сияқты соны қарастырамыз. Негізі өзі киімдер екі топқа бөлінеді екен. Жазып алып отырыңыздар, өндірістік және тұрмыстық. Осының ішінде біз қарастыратынымыз ол өндірістік киімдер, яғни өндіріс жағдайында өндірістік киімдер қандай талаптарға сай болу керек, немесе қандай бір болатын жаңағы талаптарын орындау керек, немесе сол талаптарды жаңағы бізге қанағаттандыру керек. Яғни киімдер негізі гигиеналық талаптарға, пайдалану талаптарына және үнемділік талаптарына сай болу керек. Яғни гигиеналық талаптар дегеніміз не? Ол жаңағы сіздерде өндірісте негізі киім қысты күні мысалы сіздерді тондырмау керек, жазды күні қатты ыстық болмау керек деген сияқты, және жүрген кезде қандай? Яғни ыңғайлы болу керек, жұмыс істеу барысында сіздерге кедергі жасамау керек деген сияқты талаптарға сай болу керек. Ал үнемділік дегеніміз, яғни ол қаржы жағынан, шығын жағынан қатты бір шығындалмау керек, яғни ол киімдерге дегенде. Бірақ біз жұмыс барысында киетін киімдерге былай тікелей тоқталып кетсек, ол бізде арнайы киімдер, сосын жұмыс барысында киетін киімдерге ол бізде енді біздің мамандыққа келіп тоқтап көрсек мысалға, әрқайсының негізі біз қай корпуста, қай цехта жүрсек те, осының барлығы негізі қолданып жүруіміз керек. Бірақ ол өзі арнайы өзінің тікелей бір қорғаныс құралы ретінде арнайы бір атқаратын қызметі бар. Мысал ретінде айтып кетсек, каска, бас мүшесін қорғау, қандай да бір жарақаттарда немесе құлау кезінде басқа қатты бір жарақат алмау мақсатында киеміз дейік. Одан кейін беруші, шамнан қолдану мақсатында, яғни бізде в основном шум, шам. Енді шум бізде негізі барлық корпуста болады. Бізде негізгі корпуста да, сату корпусында да, көмекші корпуста да бізде машиналардың дыбысы өте шумды болғандықтан беруші міндетті түрде киілу керек. Одан кейін бізде респиратор, шамнан қолданып қандай мүшелерімізді қорғайды? Яғни тыныс алу мүшелері мен ауыз қуысын қорғау мақсатында қолданамыз. Яғни шам бізге ішкі организмге түспеу керек, ал көзілдірік көз айналасындағы барлық мүшелерді қорғау мақсатында киеміз. Яғни біз негізі фабрикада, яғни бізде қолданылатын көзілдірікті көріп беріңіздер. Яғни сыртқы бөлігі бізде ол резиновый материалмен істелінеді. Яғни мынау көздің, жан-жақ көздің барлық мүшелерін жауып тығыз, қатты. Ешқандай бір басқа заттардың кедергі немесе қауіптігін тудырмау мақсатында мынау барлық көз мүшесін жауып тұрады. Ал негізгі бөлігі әйнек, яғни айналаңызды көруге, бірақ сонымен қатар сыртқы бір әсерлерден қорғану мақсатында әйнекпен жасалынады екен. Респираторды тоже білеміз, ол бізде мынау жаңағы тыныс алу мүшесі, ауыз қуысын қорғау мақсатында жасалынады. Енді біз білеміз, негізі қорғаныс құралдарының өзі екі топқа бөлінеді, жеке және ұжымдық болып. Бізде бұл жерде қарастырып тұрғанымыз тікелей жеке қорғаныс құралдары, сонымен қатар бұл өндірістік киімдерге жатады екен. Түсініктірсіздер ғой, яғни жеке құралдарыңыз, оның ішінде ол өндірістік киімдерге жатады. Осы
осылардың барлығын біз жұмыс барысында, жұмыс істеген кезде біз міндетті түрде киіп, қорғанып жүруіміз керек, иә? Өйткені қандай да бір талаптарға сай сіз бұларды кимесеңіздер, мысалға, иә? Негізі трудовой кодекс дейміз, иә? Соған байланысты сіздерге замечание жасауы мүмкін, иә? Білеміз, иә? Жаңағы қауіпсіздік ережелеріне байланысты сіздерге көптеген замечание немесе даже мүмкін болу қандай жұмыстан шығаруға дейін апару мүмкін. Сондықтан бұл міндетті жұмыс өндіріс барысында киетін киімдерге жатады екен. Түсінікті ғой, иә? Енді бұл сабақ сіздерге түсінікті болса, мына жерде негізі респиратор мен көзілдіктің түрлерін көрсеңіздер болады, иә? Әртүрлі түрлері бар, бірақ бізге ең қолданылатыны қайсысы? Міне, иә? Бұл біздің жағдайда қолданылатын біздің жағдайда қолданылатын не болып табылады? Көзілдірік түрі болып табылады, иә? Респиратордың түрі де бар, бірақ біздің жағдайда көбінесе қолданылатын міне мына түрі, иә? Бір ғана несі бар, респираторды қолданамыз, яғни ауыз қуысын, тыныс алу мүшелерін қорғау мақсатында. Енді осыған байланысты бір-екі тапсырма орындайды, яғни сабақтың бекіту барысы, иә? Яғни мына суретке байланысты сіздер топтарға бөлулеріңіз керек. Спецовка бізде енді қараңыздар, бір тоқталып кетейік, мен сіздерге жаңа резиновый етік туралы айтуды ұмытып кеттім. Бұл жерде біз айтамыз, иә, негізі жұмыс барысында біз резиновый етік киеміз. Неге? Өйткені өндірісте пол, яғни жер бізде темірден, негізі өздеріңіз байқайсыздар, иә, барлық цехтарда жаңағы сіздерде қолданыс темір, яғни резиновый етік міндетті түрде табаны қалың болу керек, иә, яғни су өтпеу керек астынан. Және сырғанақ, тайғанамау керек, яғни сіздердің құлап кетуіңіз мүмкін, немесе тайғанап жаңағы бір оборудование машиналарға мысалға барып құлауларыңыз мүмкін болса, соның бәрін қамтамасыз етіп резиновый етік міндетті түрде, жай ботинка немесе жай аяқ киіммен сіздерді цехқа кіргізбейді, иә? Жақсы. Келесі, енді топты жұмыс жасайды. Келесі бізде ол, біз әр сабақта негізі жасап істеп жүрген тапсырма, өздеріңіз білесіздер, сүйкүйін құрастыру. Яғни бірінші жол тақырыпты сипаттайтын зат есім. Яғни осы тақырыпты сипаттайтын бір зат есімді аласыздар. Топтық, бір топқа бір не жетеді. Екінші жол мәтіннің мағынасын ашатын негізгі мәселені сипаттайтын екі сын есім. Үшінші жол мәтіндегі тақырып бойынша іс-әрекетті көрсететін үш етістік. Төртінші жол тақырыпқа қатысты 4 сөзден құралатын сөйлем. Бесінші жол тақырыпты айқындайтын бірінші сөзге синоним. Яғни бірінші жолда тақырыпты сипаттайтын зат есім аласыздар ғой, а бесінші жолда, яғни осы сипаттайтын зат есімге синоним сөз жазасыздар. Бастаңыздар. 2 минут уақыт беріп, тез жазып шығыңыздар.
Кім дайын болыңыздар? Тағы да? Басқа топ? Басқа топ боламыз, сіз. Болыңыздар, тез уақыт. Басқаңызда қайсыны дайымыз ал? Екінші өндірістік және тұрмыстық слесарь, үшінші етістік бізде 300 киеді, қорғайды, қолданады. Төртінші 400-ден қалатын сөйлем, ол бізде арнайы киімдер 4-ке бөлінеді. Бесінші синоним арнайы киім. Киімнің синонимі арнайы киім. Келесі тағы басқа топ боламыз, сіз. Екісіне сын жеке және арнайы, үшіншісі сәттілікті көрсететін үшіншісі қорғайды, қарады сақтайды, үшіншісі 400-ден қалған сөйлем, осы таққабымыз. Тұрған құралдары зиянды қауіпті факторлардан қорғайды. Бесіншісі бірінші сөзге синоним Келесі. Біріншісі ол қорғаныс киімі, екіншісі гигиена және қорғаныс, үшіншісі киіну, табу және шешу гигиеналық талаптарды сақтау шаралары, төртіншісі және бесіншісі ол бірінші сөзге синоним, қорғаныс киімге синоним, ол сақтану құралдары. Жақсы. Яғни енді бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті, яғни қорғаныс құралдары қандай топтарға бөлінеді, немесе не үшін қажет деген сияқты көптеген сұрақтарға жауап таптық, яғни өндірістік киімдер. Енді қараңыздар, бүгінгі сабаққа байланысты 5 саусақ әдісі, яғни топ бойынша өздеріңіз ақылдасып, сабақтың барысын бағалау керексіздер. 5 саусақ әдісімен. Түсініктірсіздер ғой, біріншісі бүгінгі сабаққа түсінікті болды ма, яғни бірақ пальчик көтересіздер. Егер де жаңағындай сабақтарымыз орташа ғана түсінікті болса, 3 саусақтарыңызды көтерсеңіз болады, барлығы түсінікті болса, 5 саусақтарыңызды көтерсеңіздер болады. Жақсы, сабақ түсінікті деп ойлаймын.